Ағаш өзінің тамыры болмаса өмір сүре алмайды. Ары қарай өспейді, өнбейді. Біз де сол секілдіміз. Біздің тамырымызды өзіміз қабылдамасақ, өзіміздің тегімізді, өзіміздің ата-анамызды қабылдамасақ, бізде өсуіміз, өнуіміз қиындау болады. Біздің бойымыздағы қабілет осы ата-тектен келеді. Ең бірінші ата-тектің сол алапат күш қуатын алу үшін біздің ата-тегіміз мықты болған ғой. Хан болған, батыр болған, ақын жазушылар болған, үлкен, зерттеп қарасаңыздар. Сол энергияны қабылдау үшін біз бірінші ата-анамызды қабылдауымыз керек. Егер сіз ары қарай өскіңіз келмесе, онда қабылдамай, жоқ, сен өз-өзіңнен бас тартып тұрсың былай айтқанда. Қабылдамасаң егер. Себебі ол сенің қаныңда тұр да, ДНК-ңда тұр ата-анаңның бойындағы қан. Қабылдау деген ал не? Оны қалай қабылдаймыз? Ата-ананы қабылдау сіздің рух деңгейіңіз, мына өмірге келер алдында ата-ананы таңдайды. Мен осы ата-анадан туыламын. Мен осы ата-ананың махаббатына бөленемін, немесе осы ата-анадан белгілі бір тәжірибе аламын. Осылай келеді. Рух ата-ананы таңдайды. Сіз ата-ананы өзіңіз таңдап келесіз. Осы тәжірибеден өтемін деп, осы тектің қабілет қасиетін ары қарай жалғастырамын деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан бойыңызда энергия жүру үшін бірінші біз ата-ананы қабылдаймыз.